алғаш рет қолыма ұстадым, әліппені сыйлаған ұстазым. Білім атты әлемге аштың жол, рахмет саған әліппе, қош сау бол. Әліппе, әліппе, арналады бүгін жыр саған. Әліппе, әліппе, алғысым шексіз бір саған. Басқадан кем болмас үшін біз білімді, бай һәм күшті болуымыз керек. Білімді болу үшін оқу керек, бай болу үшін кәсіп керек, күшті болу үшін бірлік керек. Бұның барлығының жолында жұмыс істеу керек. Балалар, оқуға бар, жатпа қарап, жуынып, киініңдер шапшаңырап, шақырды тауық міне әлде қашан, қарап тұр терезеден күн жылтырап. Адамда ұшқан құста жүрген аңда, жатқан жоқ жұмыссыз ешбір жанда. Кел балалар оқылып, оқысаңыз көңілге ықыласпен тоқылып, оқысаңыз балалар шамнан жырақ жағылар, іздегенің алдынан іздемей ақ табылар. Sez aşklar, ustazlar ımıray. Ömrümde bu kakan, şamların şırağın sez yakan. Milyon şüreke şoldakan, ustasız sesirlemem güçtez. Ulaşa kayız taşkan, gelin bir bağlan gel oğlan. Gönülge alınmaz ben doğulan. Oğuzdan şırağın şamday kanar, aydayıp gel bozalım. Gelin bir bağlan gel oğlan. Gönülge alınmaz ben doğulan. Oğuzdan şırağın şamday kanar, aydayıp gel bozalım. Құрметті ата-аналар, ұстаздар және оқушылар, бүгінгі рахмет саған әліппе атты мерекемізге қош келдіңіздер. Осыдан 4 ай бұрын мектеп табалдырығын қызылада қызығаттаған бірі отбасының тұңғышы, бірі отбасының кенжесі, ата-жесінің сүйікті еркесі болып жүрген
өздерінің ең алғашқы оқулығы әліппемен бүгін қоштасқалы отыр. Ендеше кішкентай бүлдіршіндердің білім өлкесіне қарай басқан алғашқы қадамдары құтты болсын. Балалар, мен сендерге бір сұрақ қояйыншы. Іші толы әріпке, білімді де жарық не? Ол сүйікті әліппе. Балалар, осы әліппе сөзінің әрбір әріпін саралап айтсақ. Ә. Әлемді. Л. Лемінен. Ә. Ізгілік. Па. Пасақпен. Па. Пас. Е. Етеміз. Жарайсыңдар балалар. Әліппені ортаға шақырамыз. Әліппе. Әліппе. Армысыңдар балалар, армысыңдар атана, болашаққа жолбастар, әліппен келді ортаға, жақсы білім көрімдік болсын бізге қалайық, не үйретіп, не білдік, қане ортаға салайық. Балалар, олай болса біз осы уақытқа дейін алған білімімізді әліппеге көрсетіп, ән күймен, өлеңдермен өрнектеп, ортаға салайық я өнерімізді. Әліппе, сіз біздің құрметті қонағымыз болып төрімізде тұрыңыз. Рахмет саған әліппе, көп нәрсені үйреттің, таныстырып әріппен тақылдап сөйлеттің. Бат деп қалас болған әліппе ғылманасы, әліппеден басталған даналықтың данасы. Келгенде алғаш мектепке, білмеуші едік әріпке, оқимыз қазір ертекте, үйреткен оға әліппе. Ең алғаш алғанымда әліппені қызығып қарай бердім әріптерге, мен үшін жұмбақ болып қалар ма еді, ұстазым оның кілтін алып берді. Әліппе білім бұлағы, әліппе өмір шағы, әліппе білім көзі, әліппе мұғалімнің асыл сөзі. Жарайсыңдар балалар, олай болса, Дүйсен Маликаның орындауында әліппе сізге арналады, әліппе әнін орындайды. Кітабым
білдің әліппе, бізге нағыз жақынсың, сенен білдік әріпті. Біз тұрған 42 әріппен, қош бол менің қасиетті әліппем, сенің арқан оқи жаза аламын, сауатты адам санатына кіргенім. Әліппені қолыма алып білімнің есігін аштым, ағыны тілеп жолыма жазылды тұңғыш есігім. Іші толы әліппе, мұны айбат әліппе, бақ әлім білімнің азизі осы әліппе. Балалар, сендердің әліппені жақсы меңгеріп, оқуларыңа ата-аналарыңның, әжелеріңнің қосқан үлесі өте көп, О кісілер бізбен бірге әліппені жаттады, Кәні бәріміз бірге рахмет айтайықшы. Құрметті ата-аналар, сіздер де оқушылармен бірге 4 ай бойы әліппені оқып үйрендіңіздер. Қазір сіздерді де тексеріп көрейік, қалай әліппені меңгердіңіздер. Балаларыңыздың ең бірінші жаттаған жаттауын кім айтып бере алады? Біз 42 әріпке жаттау жаттадық, ата-аналар. Атам менің қорғаным, апам менің ақылшым, ағам менің қорғаным, ақылшым ол жан-жақта. Бұл А деген әріпке жаттағанымыз, өте жақсы. Рахмет Бағдаулеттің әжесіне. Ал енді құрметті ата-аналар, қазақ тілінде неше әріп бар? Дұрыс айтасыздар. Дыбыстар нешеге бөлінеді, бөліп жаттадық қой? Қандай? Өте жақсы. Ал біздің балаларымыздың енді сіздерге рахмет айтатын өлеңі бар. Söz söylen qarabartın, layık bolduq tarifki. Bilimge jolda бастаған, әліппе саған мынауыз, оқы өмірін тастаған, әліппе саған мынауыз. Үштің әдбін бетерін, жазуынды ұғамын, ақыл бетін әліппе, ақылды сен мұғалім. Әліппе даңғыз жол асты, жаңадан пәнде зал ашты, әліппе сырын оқытырған, рахмет ұстаз алғашқы. Келгенде алдына қызы арай гүл алып, жақын тәп көңне шәкіртіне қуан. Ипатында басынан әліппені алшынған, бақытты да осыдан басталғанын түсіндім. Енді өзім оқып, өзім жаза аламын. Ертеңінде мен де өз бетіммен оқитын болдым. Осы үшін ұстазыма көп рахмет. Біз көп нәрсені кітап оқуды, өлең жаттауды, ән айтуды, сурет салуды үйрендік. Осы үшін ұстазыма көп рахмет.
Өздеріңдей тәртіпті, оқуға ынталы балалардың талабына қуанам. Енді білімдеріңді әрі қарай жалғастырып, білімді болу үшін ана тілі кітабымен таныстырайын. Ана тілі мұнда келші. Сәлеметсіңдер ме балалар, туған елдің тілімін, ақылыммен танылам, түсіндірер бәріне ана тілімен болам. Балалар, енді бұрынғыдан да көп оқитын боласыңдар, ынта қойып оқысаңдар, көп нәрсе үйренесіңдер. Әр сөзімді жаттаған балалар үшін мақтанам, рахмет айтып шаттанам, риза болып аттанам. Оқумен өсіп толыңдар, аман есен болыңдар. Әліпте сізге де көп рахмет. Менің оқушыларыма осындай 42 әріпті үйретіп, тақылдатып сөйлеткеніңіз үшін сізге арнаған біздің рахмет сізге саған әліппе деген әнімізді қабыл алыңыз. Оқушылар, біз әліппеден де басқа қандай кітаптарды оқыдық? Кім айтады, қандай кітаптарды оқыдық? Математика, дүниетану, жаратылыстану, Сүндет ағайын сабағы? бейнелер, көркем жазу, Тағы көркем еңбек. Жарайсыңдар балалар. Музыка деген пәнді де өттік, Айжан әпкейдің, иә? Сендер математика, жаратылыстану, дүниетану, бейнелеу, көркем еңбек, музыка сабағында сендер оқушылар түрлі әндер үйрендіңдер, сурет салдыңдар. Әрбір ұлттың болмысына ғасырлар бойы атадан балаға мирас болып келе жатқан адамгершілік қағидаттарды үйрендіңдер. Ғасырдан ғасырға жеткен халықтың қазынасы, тілі, діні, салт дәстүрі, әдебиеті мен өнері ұлтымыздың рухани байлығы. Осылардың барлығын балалар біз ұлттық құндылықтар дейді екенбіз. Балалар, бұрынғы шебер әжелеріміз ұмтылып бара жатқан қол өнерлерін білесіңдер ме, шебер әжелеріміздің? Ою, текемет, Текемет не істейміз? Басу, е? басу, Текемет басу. Содан кейін? Арсен айтуға сумақ су. Жарайсыңдар балалар. Қазақтар қолөнерден кереметті, оюлап шығарған сырмақ пенен текеметті. Қандай шебер қазақ қыздары
құрақты оюларды дөңгелетті деп биші қыздарымызды текемет басу биімен ортаға шақырамыз. Асық ойнау. Қандай ойын білесің, Арсен? Қыз қуу. Тағы қандай ойындардың түрін білеміз? Әли тағы Нариман айтып жүр. Көкпар. Жарайсыңдар балалар. Ал билейік балалар. Әр асықта баға бар. Ұта білген баланы әрбір бала бағалар. I'll shoot that you should be.
жеңіспен аяқтадық. Осы оқулықтан біз отанымыз туралы көп оқып білдік. Ендігі кезекте отанымыз туралы білгенімізді ортаға салайық. Балалар, біздің отанымыз қай мемлекет? Жарайсыңдар. Елбасымыз, біздің елбасымыз кім? Дұрыс айтасың, Әли. Біздің еліміздің елордасы қай қала? Нұр-Сұлтан, Астана қаласы, е? Астананың символы не, балалар? Рәміздерді білеміз бе? Айтып жіберейікші кәм? Ең бірінші ту, елтаңба, әнұран, е? Біз қай облыста тұрамыз? Қай ауылда тұрамыз? Ақтұлым ауылында тұрады екенбіз, е, балалар? Отан сенің атанаң, отан досың бауырың, отан өлкен астанан, отан аудан ауын. Отан осы достарым, күнге мұны тие біл. Отан дегіш жас қауым, мұны ардақтап сүйе біл. Отан тәлем, отан сен жасайын ерің ел қалсын. Отан өлең, отан жыр, көтірген көке ердан қып. Бізге мектеп салдырған, оқулықтармен қамтыған, орта білім берген отанымызға не айтамыз? Енді Әли баламыздың орындауында мен қазақпын әнін қабыл алыңыздар. Отанын сүйетін, елін сүйетін, тәуелсіз Қазақстанның ұл қыздары болуларыңа тілектеспін, балалар. Суымағанда кетерем, ол жолға
аяқталып келеді. Балаларды бүгінгі мерекелермен құттықтау үшін және әліппені аяқтағаны жөнінде дипломды табыстау үшін мектеп директорын ортаға шақырамыз. Қайырлы күн, құрметті ұстаздар, құрметті ата-аналар, біздің жақсы көретін сүйікті бүлдіршіндеріміз. Міне бүгін сіздерге қандай керемет көңіл күй сыйлап, әліппемен қоштасу мерекелік іс-шара өтіп жатыр. Балалар, бір жүрегімізді тебірентіп, бір жанымызды түршіктіріп, жақсы керемет тілектер айтыңдар, қандай тақпақтар, жаттаулар айтып жатсыңдар, қандай өлеңдер, әндерді айтып жатырсыңдар. Керемет. Осы балаларымыздың бойына білімді сіңіріп, тәрбие беріп отырған Гаухар апайымызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Байқап отырсыздар, құрметті ата-аналар, балаларымыздың әр сөзі, әр нық айтылған тақпағы керемет, осының барлығы ұстаздардың еңбегі деп білеміз. Сондықтан осы балаларымыздың білім шыңдарына алғашқы қадамы бастап отырған бұл әліппемен қоштасу. Ендеше осы әліппемен қоштасудан кейін әрине біз ана тілін оқуға кірісетін боламыз. Әрине балалар, сіздерге сәттілік, осы білімді меңгерген кезде әр күндеріңіз сәтті болсын, көңіл күйлерің көтеріңкі болсын, мектебіміздің, ауылымыздың, ауданымыздың, облыс пен Қазақстан Республикасының тәуелсіз елінің ең керемет ұрпағы болады деп кепіл сенемін. Осы білім алу жолында қанаттарың талмай, әрдайым жоғары бал алып, алдарыңа қойған арман мақсаттарыңа жетіп, осы ата-аналарың сіздерге үміт артып отырған және ұстаздарың еңбегін ақтайды деп сіздерге сенім білдіремін. Тамаша балалар, рахмет сендерге. Ендеше осы сәтті пайдалана отырып, Қанат Амина, сені бар ғаламның беташары әліппенің табысты аяқтауымен құттықтаймын. Енді біз жаза білеміз, әріпті қосып әріпке риза болып саған жүреміз. Сүйікті біздің әліппе деген мақтау қағаздарды беруге рұқсат етіңіздер. Қанат Амина. Дәл осындай мәтіндегі дипломмен Тотыш Адина. Өмірәлі Іңкәр. Сайдықұл Мадина.
сіздер бір ауыз сөз айтам десеңіздер, ертеректе сіз айтайық, келесі сынып күтіп тұр бізді. Класста жақсы менен осындай дипломменен бітіріп шықсын бала шағаларымыз. Аман болсын, әрдайым аспанымыз ашық болсын, елімізде тыныштық болсын. Құрбанғалида сізге рахмет, басшы. Осы мектепті басқарып отырған басшымыз сізге рахмет, мыңдамын. Шүкір, Аллаға шүкір, осындай аспан ашық, кеңшілік заман болып тұрғанына балаларым бақытты болсын. Тек жақсылық тілеймін барлықтарға. Тек биіктерден көріне бер.